Значит, 800 мыңға өмір сүретін адам дейтін примерно 700 мыңға да өмір сүре алады ғой, иә? Ну, 100 мыңға да өмір сүремін, бауырым. 60 мыңға да өмір сүре алады. Өмір сүре алады, Өмір сүре алады. Значит, ақша сразу түскен кезде 100 мың теңгесін долларға ауыстырып қойсақ, кетпейтін еді, да? Долларға ауыстырып қоясың. Мен сонда доллар жаратамайды деп ойлайсың ба? Наоборот қойттайын ба? Шашым. Билен. Доллар. Сіздер доллар қабылдайсыздар ма? Қайрат Нұртасов. Официанттың бетінен ұрасың ғой. Маған борщ берші, борщ. Ондай адам емес. Қағанатта отырып па? Қағанатта отырасың. Жоқ, ондай адам емес. Рисовый каша, родной. Жоқ, мен айтқым келеді. Біздің қандай адам екенімізді білмейсің ғой сен. Жоқ, мен айтқым келгені просто доллар болса да жарата беретін секілдім деп ойлаймын. Обычно адамдар бүйтеді, долларды алады да, бүйтіп үйіне апарып қояды ғой. Ал спокойно, көзін көрмейтін ақшалар Каспий Голдтан кете береді. Каспий Голд қолыңда ұстамайсың ақша, просто кіреді, шығады, кете береді. Точно. Бірдеңе магазин кетіп бара жатасың да, былай бір костюм тұр да, немесе бір кофе іше салайын дейсің да, кіріп барасың да, Каспийіңде ақша жоқ болса ойлайсың, мына қазір долларды алу керек, үйге барып ауыстыру керек, комиссиясы бар, одан да кофе ішпей қойыншы дейсің да. Бірден бір жолы да. Сонда 2000 теңгемен сөйтіп экономить ету керек па? Күніне 2000 теңге дейтін, айына 60 мың шығады. Ойлашы. Жақсы.